Енді жалпы мына Құранда да келеді ғой. Лақад кәна ләкум фи расулиллахи усватун хасана дейді. Сендердің пайғамбарларында сіздерге алатын үлгі өнеге өте көп деп. Яғни біз не істесек те біз пайғамбарымызға қарап былай үлгі алуымыз керек, пайғамбарымызға қарап өзіміздің бойымызды түзеуіміз керек. Енді тек қана құлшылық мәселесінде емес, жалпы мына отбасы мәселесінде де тура солай шығар. Енді отбасы мәселесінде де біз бәлкім пайғамбарға қарап бой түзеуіміз керек шығар. Пайғамбарымыздың отбасы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдермен қарым қатынасы қандай болатын жалпы? бір қызығын айтайын. Қазір отбасыларда ұрыс шығады. Жаңа қыз жайлы айтқан мен түсіндіре алмай қалған болуы мүмкін. Жалпы ер адамдар, бұны енді былай біздің әдеп жағынан айтайын. Ер адамдар өзінің қыз баласының алдында ашық шашып жүрмесін. Ол сенің қызың болуы мүмкін, мейлі. Балаң болса да бір бөлек. Қызың өсіп келе жатыр ма, қызының алдында әуретіңді ашып жүрме. Мына көп еркектер бар. Үйіне барған кезінде өзімнің үйім ғой деп ойлайды да, анау қысқа шорты бар ғой, мынау іш киім ұқсаған қысқа шортимен жүретіндер бар. Шайдың басында талтайып кішкентай шортимен қысқа шорти ше тізеден жоғары. Анау жалаңаш, жоқ қызыңнан ұялу керек. Ол қыз не істейді, сен ашық отыра берсең дұрыс. Сенің ешқандай проблема емес, сенің ұрығың ғой, сенің тұқымың ғой. Бірақ ол қыз ұят кете береді одан. Ұят ол қыздан кете береді. Және ер адамдар қыз баласын көбінше анасы арқылы ескертіп отыру керек. Өзің ашуға беріліп қойып, Құдай сақтасын, қызға қол жұмсап қойма, о қыз баласы оны ұмытпайды. Қыз баласы мейірімділік, шынымен айтайын, бала өсіріп отырмыз ғой бәріміз. Баладан қыз баласы мейірімдірек келеді. Әке шешенің біреуі әкесі ауырып қалса бар ғой, ол 7 жасар, 8 жасар қыз, сен ойлауы мүмкін, еш нәрсе ойламайды деп ше. Бірақ кәдімгі қасыңнан шықпай ғой. Әке су берейін ба, басқа берейін ба? Кәдімгі Алланың құдіреті, тура анаң сияқты қарайды саған. Қыздарда мейірім. Өз сол ішінде ғой, аналар ауырған кезінде күйеуге шығып кеткен қызының үйіне барып қайтады қыдырып. Ол жаңа келін жаман деген сөз емес қой. Просто келініне кейбір нәрселерді айтуға ыңғайсызданып қалуы мүмкін да. Қызықтап кеткен адам. Шынымен бір сондай келін болмаса, қыз жағына барып қайтады. Сол үшін ер адамдар қызына қол жұмсап қоюдан сақ болсын. Бұл ұмытылмайды ол нәрсе. Және ескертетін нәрселерін жай сөзбен өзі ескертсе болады. Енді ұрыспа деген сөзіміз ғой, ұрысуға болады. Бірақ кейбір қатты айту керек нәрселерді анасы арқылы айтса, анасы жақсырақ түсіндіреді бізден гөрі. Ал жаңағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның отбасы жайлы айтайын сізге. Қызық оқиға, ұзақ созбай бір оқиғасын айтайын. Бізде қазір отбасы болып жүрген адамдарға осы оқиға жеткілікті болады. Қазір қараңыз, бізде еркектердің әлсіздігі әйелімен ұрсады ғой енді. Сөйтіп не істейді? Біреулер келіп соның тірлігін шешіп береді ғой, өзі шеше алмайды. Өзінің әйелімен басқа нәрсенің бәрін қатырады, істеуді да, бірақ осы тірлікті шешуге қолынан келмейді да. Сөйтіп басқа біреулер келіп оның отбасын шешіп, өзің ойлашы, сен әйеліңмен ұрысып қаласың, сөйлемей жүрсің, басқа біреу келіп енді болмайды, бұл сөйлеу керек десе, өзің шешкен жоқсың. Қалай сен әйеліңе барып енді, о, қалайсың деп, қалай сөйлейсің енді, бет жоқ қой. Өзің шешпегеннен кейін да. Ал пайғамбар жалпы бұны айтқым келіп жатқаны, отбасын кім шешу керек өзі? Жалпы отбасы мәселесін кім шешу керек, кімдер шешу керек? Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қызық оқиға. Айша анамызбен ұрысып қалады. Ер адамдарға айтар едім, бұл әйел мынандай қисық, бұлар қисық қабырға, оны түзете алмайсың ше. Бұл әйелдерді сен 20 жыл университет оқытта, кейін бір нәрсе сұраш, ол подружкасының айтқанымен жүреді бәрібір. Сондай қасиет бар олардың ше. Дипломмен емес, көбінесе соседтің айтқанымен. Мысалы, перде ал деп айтшы, көршінің үйіне барып жайлап, пердесін көріп біледі, қандай екен. Содан сәл қымбаттауын алады да. Солай өзі. Енді қараш, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелімен сөзге келіп қалады. Айша анамыз кім? Сіздің, біздің әйеліміз кім? Ойласаңшы. Пайғамбарымыз кім? Егер еркектерді құрметтеу дейтін болса,
лайықты құрметке ең лайықты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еді. Бірақ қараңыз, Айша анамыз қисық қабырға ғой. Пайғамбарға сөйлемей қояды. Теріс қарап сөйлемей қояды. Ары көреді. Пайғамбар салам біз шықсам, білесің ба, үйде мен бастықпын, тек мен айыраммен, мен сындыраммен деп ол ондай өзімен сөйлемеген. Пайғамбар салам үйіне өте мейірімді болған адамда. Айша анамызды былай алдайды, жаңағы алдағанда көңілін көтергісі келіп, әзілдейді, басқа қылады. Көнбейді Айша анамыз, радиаллаху анха. Мұсылмандардың, мүминдердің анасы деп айтады ол кісіні тағы. Көнбейді. Сөйтеді да, Айша, бұл тірлікті шешейік дейді. Бұлай болмайды. Қалай шешеміз деген кезінде, ортаға бір адам қояйық, салайық шешіп беретін дейді да. Ортаға енді адам қадиға жүгінеміз ба, қазыға. Ортаға бір адам қояйық мына тірлігін шешіп берсін. Бұлай болмайды дейді да. Әйтсем пайғамбар салам біз Айша анамызды барып шекесінен бір ұрып құлатып, жәте деп, қолына келмейді дейсің бе, шамасы жетпейді дейсің бе. Пайғамбар салам да 50 еркектің күші болған. Бірақ ода 50 еркектің ақылы болған деп айтсақ болады да. Сөйтіп, шақырсақ шақырайық дейді. Айша анамыз айтады. Ортаға қази алдырсақ алдырайық дейді. Тірлігіміз шешіп берсін дейді. Ол мен дұрыспын деп тұр ғой, менікі дұрыс деп тұр ғой ол. Онда Омарды шақыртайық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонда Айша анамыз дейді. Омар керек емес, ол қатал дейді. Ол жорстокий дейді да. Қатты кетеді ол. Онда Алиді алдырайық дейді. Сонда деді. Али ол жас, ол болмайды. Керек емес. Енді кімді алдырамыз? Онда сенің әкең Абу Бакрды алдырайық деген кезінде әкесі ғой енді. Ол шешіп береді деп ойлайды да, алдыр дейді. Алдырыңыз дейді. Абу Бакр радиаллаху анхуды шақырады. Айша анамыз отырады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам екеуіне қарама-қарсы Абу Бакр радиаллаху анху ортада қазы болып отырады. Сөйтеді да, біздің отбасымызда осындай мәселе болып тұр, маған сөйлемей жатыр, осыны шешіп беріңіз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой енді үйдегі оқиғаны. Бірінші болып, Абу Бакр үйде осындай жағдай болды, мынандай болды деп сөйлей бастаған кезде қараңыз, Айша анамыз радиаллаху анха әйел ғой қисық қабырғада. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның пайғамбар болмай тұрып, оның әмин, сенімді пайғамбар, өтірік айтпайтын пайғамбар екенін ол білетін. Сонда Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарайды да, оқиғаны дұрыстап жеткізіңіз дейді. Шындықпен жеткізіңіз. Жаңа сауабын, құл сауабын деп айтады. Неге сауабын да? Негізісі ол анау дұрыс сөйле, шындық дегенге жанасады да, шындықпен сөйле дейді да. Оқиғаны дұрыс жеткіз дейді да. Қараңыз, сонда Абу Бакр радиаллаху анху ашуланып кетеді да, Айша анамызға шапалақпен қол жұмсап жібереді. Сен не айтып тұрсың, Айша? Әлемдердің Раббысы Алла Тағала жіберген Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өтірік айтуы мүмкін ба? Өтірік қосуы мүмкін ба? Сен не айтып тұрсың деп өзінің қызына қол жұмсап жібереді. Ашуланып тағы да келіп жатқан кезінде Айша анамыз қарасай, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артына барып жармасып тығылады. Ойбай, құтқарыңыз мені деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арқасынан киімінен ұстап алып, пайғамбарымыздың артына тығылады. Сөйтеді де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрды құшақтап ұстайды. Сөйтіп жайлап есікке дейін алып барады да, сабыр қыл, Абу Бакр, біз сені Айшаны ұрсын деп шақырған жоқпыз. Сені негізі тірлікті шешіп берсін деп шақырғанбыз деп әзілдеп күліп айтады да, сөйтіп Абу Бакр радиаллаху анху айтады. Сен шығып кете бер, біз өзіміз шешіп аламыз дейді. Сол уақытқа дейін Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артында киімінен ұстап тығылып тұрады да. Абу Бакр радиаллаху анху шыққаннан кейін есік жабылады ғой. Айша анамыз жібереді да, бұрылып кетіп, қайтадан бұрышқа барып теріс қарап отырып алады. Айша, сөйлесейші десе, сөйлемеймін. Тырысып отыр да. Жаңа әкең келіп, сен ойын деп жатқан кезде менің артыма келіп жасырынып жатыр едің ғой дейді. Жоқ. Бұл жерде, осы оқиғаны қараңызшы, не түсінуге болады? Біріншіден, бұл әйел адамдары қисық қабырға бұлар. Бұлар қатты сындыратын нәрсе емес та. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әзілдеп жүріп Айша анамызды ақыры өзіне қаратады ғой. Бірақ қараңыз,
Әкесі тиіскен кезде, ұрайын деген кезде пайғамбарымыздың артына келіп жасырынған адам еді. Анау әкесі кеткеннен кейін қайтадан анау қырсықты ұстап тұрды. Әйел адамның ақылы жоқ емес, ақылы бар, бірақ ақылынан эмоциясы жоғары тұрады да олардың. Осы оқиғадан байқайтынымыз, қазіргі еркектерге не жетіспейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеді? Көрдіңіз бе, қази шақырды ғой. Иә. Әбу Бәкір радиаллаху анху келіп қази болып, ол да шеше алмады. Айналып келген кезінде не? Сенің отбасыңды біреу шешпейді, сен өзің шешесің. Мен сіздің отбасыңызға барып араласуым мүмкін, бірақ мен оқиғаның басы қасында болмағандықтан қалай болғанын айтып бере алмаймын. Оны ең жақсы сіз білесіз, және сіздің әйеліңіз біледі. Олардан артық ешкім шеше алмайды оны, Қажеке. Отбасындағы тірлікті еркектер өзің шешіп үйренуің керек. Ер адамға басамын үйде, бәрін мен шешем, өзім шешем деп жоқ қой. Ешкімді араластырмай, ешкімге өзіңнің үйіңдегі болып жатқан нәрсені өсек қылып жаймай, өзіңнің отбасыңдағы нәрсені өзің шешіп үйрен біріншісі. Екіншісі, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсетіп тұр, оны қалай шешу керек? Оны мынамен шешпейсің. Оны жаңағы жұмсақ мінезбен әзіл сөздер айтып. Бір қызығын айтайын, бұл әйел адам қырсығып тұрған кезінде бар ғой, ол дұрыс-бұрысты ажырата алмайды олар. Кейін, тірлік шешілгеннен кейін, менікі дұрыс болмапты, кешір деп айтады. Шын айтайын, олар кейін біледі өзінің дұрыс емес екен нәрселерді. Бірақ ашу үстінде олар ешқашан мойындамайды оны. Сосын мынандай қызық нәрсе бар ғой, теория, бұл тексерілген. Екі адам бір адамға сөйлеп жатқан кезінде, екінші бір адамға мынаған қазір бір нәрсе айтуым керек еді, осыған жолығуым керек еді деп, екінші адам жайлы, екінші тақырыпты ойлай алады дейді. Ал әйел адам сөйлеп жатқан кезінде бір адамға ақылын істете алмайды, екінші нәрсені ойлай алмайды. Сол үшін олар не істейді? Сөйлеген кезінде бүкілін шығарып тастайды дейді. Айтпау керек сырлардың өзін айтып қояды дейді. Кейін барып, ойбой, неге айттым деп, кейін өкінеді. Сол үшін олар сөйлеген кезінде ақылдарын істете бермейді дейді. Байқайсыз ба? Отбасылар қазір отбасы мәселесімен көп хабарласады ғой. Сонда бізге күйеуім 3 талақ беріп қойып еді, енді не істесем болады дегенде мен бірден білемін. Ол 3 талақты әйелі айтқызған. Отбасыда ұрсады ғой. Сонда әйелдер айтады, бер талағыңды. Болмаса талағыңды бер деп әйелдер сұрайды талақ. Олар негізі талақ алғысы келмейді. Анан қорқытқысы келеді. Сөйтіп күйеуі ашуланып болмағаннан кейін, бар бір талағыңды бердім. Бердім ал талағыңды дейді ғой, сол кезде ана әйел айтады. Шыдайсың ба, 3 талақ бер дейді. Ол бір талақпен кетпейді анау же. Ойы ананы қорқытам деп ойлайды. Ол 3 талақ оған керек емес негізі. Ананы қорқытам деп ойлайды. 3 талағың бер, қорқасың ба деп ше. Сол кезде мына еркектер бақсы істесе егер, әйеліне қарап отырып, әй атаң ғой, ашылмасаң әдемі болып кетесің десе бар ғой, ана әйел бас істемей қалады ананы. Өзімен өзі қуып кетеді ол. Солай жеңіл болады да, жаңағы деп тұрған әйел бар ғой, соған әй атаң ғой, ашылмасаң әдемі болып кетесің сен бірақ бар десе, сөйтсең бар ғой, шынымен ана әйелдің бас істемей қалады. Ол ана 3 талақ жинастырады. Не істейін, шай қояйын ба деп айтады ол. Рас, бұл әйел адамдар солай әлсіз не жағымен сезіммен шешеді ғой. Сосын еркектерге айтар едім, сен ол саған ана көшенің бандит емес, ол мынамен шешетін. Қазір өлтірем, сындырам. Ол сынбайды ол. Әйел адам борсық сияқты ұрған сайын семіреді олар. Бұларды еркектерге жай айтам да, үйленетін кезде қалай сөйледің? Қарындас, сен сияқты қызды бірінші рет көріп тұрмын деп жібердің ғой, өтірік құлақтан тепсеңді, өтірік болса да айттың ғой соны. Негізі білесің, адамдарға қандай сөз жағады, адамдарды қалай сындыру керек екенін білесің да. Сол енді неге оны үйленгеннен кейін соны жалғастыра салмайсың? Әйел адамдар да өз орнында бірінші күйеуіңе кездескен кезде қандай аккуратно, ойбай, қолының ұшымен тамақ жеп, өмірде ана еркек, енді менің сияқты ешкімде жоқ шығар, Құдай не деген қызға кездестірді деп ойлап қалады, дұрыс па? Үйіне келгеннен көреді, 10 саусақпен нанып тығып жатқан кезде, ойбай мынау кім еді деп. Сол ана кездескен кезде білесің ғой, еркекті қалай сындыру керек екенін. Неге солай жасамайсың дейді.
Жалпы бұл ұзақ әңгіме қажеке. Енді артық сөйлесек кешірім сұраймыз. Жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи бір оқиғасы, жалпы оқиғалар көп қой. Бұл енді уақытымызды алмай келе жатырмыз. Ендігіде тағы бір оқиғасын айтармыз. Жаңағы оқиғаның өзі жеткілікті бізге. Ақылы бар еркекке, ақылы бар әйелге бұл оқиға жеткілікті. Еркектер әйел адамды ашуланған кезінде олардың бастары істемейді. Олар осы отбасын сақтап қалу керек. Қайтсем не болады деп, олай емес. Ол әйелдер ашуланған кезінде бар ғой, үлкен қателіктерге ұрына береді олар. Бірақ кейін ашу басылған кезінде өзі айтады: "Мә, бағана сәлақ қапты ғой" деп өзі оны ұмытып кеткен да ол сонда болып жатқан кезінде.